Барлықтарыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен сіздермен бүгін SPF кремдер туралы әңгіме қозғайтын боламыз, қыздар. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналыма подписаться кнопкасын басып алыңыздар. Әртүрлі косметика жайлы, уход жайлы, күнделікті өмірі, макияж жайлы видеолар түсіріп салатын боламын, қыздар. Жалпы SPF крем дегеніміз не? SPF крем дегеніміз бұл сіздің бетіңізді күннен қорғайтын крем, қыздар. Жалпы SPF кремдер екі түрге бөлінеді: физический SPF кремдер және химический фильтрдегі SPF кремдер. Физический фильтрдегі SPF кремдер дегеніміз, олар сіздің бетіңізді күннен 2 сағатқа қорғайды. Көбінесе ол, яғни күннің сәулесін өзіне кіргізбейді, бетіңізге тиеді күннің сәулесі, потом өзінен ары қарай откладывать етеді, потом сіздің бетіңіз күннен қорғайды. Ал химический фильтрдегі SPF кремдер күннің сәулесін бетіңізге сіңіреді, бірақ ол сізге осы химический фильтрдегі SPF-тің құрамындағы заттар арқылы сіздің бетіңізге күннің сәулесі зиян тигізбейді. Жалпы күннің ультрафиолетовый сәулелері дегеніміз не? Ультрафиолетовый сәуле дегеніміз, ол сіздің бетіңізге өте зиянды болып келеді. UVA, UVB сәулелер болып бөлінеді, қыздар. Олар егер күннен қорғанбасаңыз, бетіңізге қарадақ, сепкіл, әжім пайда болады. Немесе бетіңіз өзінде қарадақ болса, адам организміндегі беттің терінің астындағы меланин процесі одан сайын көбейіп, сіздің бетіңізде қарадағыңыз қатты шығып кетуі мүмкін. И оны кетіру қиын болады, қыздар. Одан кейін сіздің бетіңізге күннен қорғанбасаңыз, сепкіл пайда болады, и одан кейін әжім пайда болады, қыздар. Осы күннің сәулесі өте зиянды болып келеді. Көп қыздар қателеседі, мен қыста жүрмін немесе үйде отырмын деп ешқандай да SPF кремдер жақпайды. Егер сіз үйде отырсаңыз да терезеден күннің сәулесі түседі, оның күннің сәулесі сіздің бетіңізге зиян болып келеді. И күн бұлтты кезде де, қыстың күні де SPF кремді міндетті түрде жағу керексіздер, қыздар. Егер жақпасаңыздар, жаңағы проблемалар пайда болады, қыздар. Сондықтан проблема пайда болмас үшін алдын алып міндетті түрде жағамыз, қыздар. SPF кремдер әртүрлі болады. Мысалы қараңыздар, мына SPF крем Silimax'ты химический фильтрдегі SPF крем, текстурасы өте жеңіл. Менің өзім қазіргі таңда қолданып жүрмін. Бетіңізді күннен 8-10 сағатқа дейін қорғайды, қыздар. Майлы болып тұрмайды, жаққаңызды өте жеңіл. Бұның құрамында әрі ниацинамид болады. Сіздің бетіңізді кішкене ағартуға да жақсы көмектеседі, қыздар. Бұлар біздің дүкендерімізде бар. Заказ берсеңіздер болады. Қазір номерді, Instagram парақшаларын қалдырып кететін боламын, қыздар. Өте керемет SPF кремнің Silimax'ты қараңыздар. Менде уже таусылайын деп қалды. Одан кейін осындай спрей түріндегі SPF кремдер болады. Крем емес, спрей. Бұны осылай себе бересіздер бетіңізге, мойныңызға. Қазір уже пляждың, бассейннің сезоны келе жатыр. Соған алып кетсеңіздер, өте күшті, удобный вариант. Жем солюшндікі, қыздар, бұлар бізде тоже бар. Бұның бағасы бізде қазір акциямен 3500 теңгеден тұр. Кез келген жерге сепіп кете бересіздер. Даже макияждың сыртынан да себе бересіздер, қыздар. Тоже күннен өте жақсы қорғайды. Одан кейін осындай SPF кремдеріміз бар. Физический фильтрдегі бұлар мына бізде тон беріп тұратын SPF кремдер. Кейбір SPF кремдер тон береді. Тоналка жақпайын, BB крем жақпайын, маған күннен қорғайтын крем керек, кішкене ағартып тұратын крем керек десеңіздер, осындай тон ап, яғни тон беріп тұратын SPF кремдеріміз бар, қыздар. Мынау бізде бағасы тоже 3500 теңгеден сангелдікі алсаңыздар болады. И бұдан басқа да осындай Centellaның тон ап SPF кремдері де бар, қыздар. Сол айтарым, қыздар, егер бетіңіз ерте қартайғыңыз келмесе, әжім басқанын, пигмент шыққанын қаламасаңыз, онда SPF кремді міндетті түрде жағып жүріңіздер. Басқа косметика қолданбасаңыз да, мен боянбаймын, мен уход жасамаймын десеңіздер де, міндетті түрде SPF кремді қолданып жүріңіздер, қыздар. SPF кремнен ешқашан ақша аямаңыздар. Беттеріңіздің жас көрінуінің себебі осы, бірден бір себебі SPF кремге байланысты. Егер бетіңіз тез қартайып,
жаңағы түсі өзгеріп бастаса, сіз SPF крем жақпай жүрсіз деген сөз, қыздар. Сондықтан SPF кремді міндетті түрде жағамыз. SPF кремді үйден шығардан жарты сағат алдын жағасыздар. Осында 2 саусақ көлемінде бұлай ұзыннан жағып жағастар, мойынға да жағу керек. Сіздің мойныңызда қартаяды, қыздар. Сондықтан міндетті түрде 2 саусақ көлемінде немесе одан да көп жағасыздар. Үйден шығардан жарты сағат алдын. Кейбір SPF кремдер, қыздар, айтпақшы, сағат сайын ауыстырып тұруды қажет етеді. Бір SPF физический фильтрдегі SPF кремдер 2 сағат сайын, 2 сағаттан кейін күші жойылады, 2 сағаттан кейін тағы жағу керек болады. Ал мына SPF кремдер, бұлар сіздің бетіңізді күннен 8-10 сағатқа дейін қорғайды. Бетіңізге шылқылдатып көп жағып аласыз, потом смело жүре бересіз. Сіздің бетіңізді бұл SPF крем өте жақсы қорғайды, қыздар. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, SPF кремді кешкісін міндетті түрде жуып тастаймыз, қыздар. Жумасаңыздар, ол сіздің бетіңізге зиян болып келеді. Кешкісін міндетті түрде 2 этаппен тазалайсыздар. Ең алдымен бетіңізді кешкісін, қыздар, SPF крем жаққаннан кейін макияжды барлығын SPF крем міндетті түрде 2 этаппен тазалайсыздар. Осындай шербетпен, гидрофильный масло немесе мицеллярный водамен тазалайсыздар. Әркімнің бетін типіне қарай таңдайсыздар. Мысалы, ең алдымен шербетпен жаңағы SPF-іңізді, макияжыңызды кетіріп аласыз, одан кейін барып умывашкамен жуасыздар, қыздар. Тек қана бір ғана умывашка сіздің бетіңізді толық кетірмейді. Егер кешкісін бетті осында 2 этаппен тазаламайтын болсаңыз, бетіңізге қара жаңағы черный точки пайда болады, бетіңіздің тесіктері бітеле бастайды, содан бетіңізде проблема пайда болады, безеу шыға бастайды, қыздар. Сондықтан да басқа нәрсе қолданбасаңыздар да SPF крем міндетті түрде қолданыңыздар, кешкісін 2 этаппен міндетті түрде тазалаңыздар, қыздар. Бет күтімін ең алдымен беттің тазалығынан бастау керексіздер. Одан кейін жайлап сывороткаңызды, креміңізді, тонерлеріңізді жаға бересіздер. Негізі, қыздар, барлық 5 этапты уходты толық қолданғандарыңыз дұрыс. Сол кезде ғана сіздің бетіңізде результат болады, проблема болмайтын болады. Қыздар, өздеріңізден бет күтімінен, денсаулығыңыздан ешқашан ақша аямаңыздар, қыздар. Ақша дүние деген бәрібір жеткен емес. Сондықтан міндетті түрде өзіңіз сұлу болып, қартаймай әдемі болып жүргіңіз келсе, осындай кремдерді, сывороткаларды, SPF кремдерді міндетті түрде қолданыңыздар, қыздар. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Мен сертифицированный бьюти экспертпін. Бетіңізге сәйкес келетін уходтарды таңдап, жүйелеп, схема құрып беретін боламын. Барлық парақшаларыма тіркеліп кетіңіздер. YouTube каналыма, Instagram, TikTok барлығына тіркеліңіздер. Осымен біздің бүгінгі осындай қысқаша видеомыз аяқталды. Алда уақытта әртүрлі пайдалы видеоларды шығарып тұратын боламын, қыздар. Сондықтан подписаться кнопкасын басыңыздар. Всем пока. Рахмет тыңдағандарыңызға.